Сәлем достар, сіздермен Бұрхан Адиханов, каналыма қош келдіңіздер. Каналымда жалпы шетелде оқуға байланысты Америкада бакалавр, магистратура, докторантура бағытымен қалай шетелде оқуға болады, шетелдегі өмір, мүмкіншіліктер және карьерамызды қалай құруға болады деген секілді. Одан бөлек стипендиальный программаларды да шолу жасайтын боламын. Сол себепті егер сіздерге ақпарат пайдалы болатын болса, каналға жазылып, комментарий, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал кеттік. Бүгінгі тақырып болашақ бағдарламасы. Болашақ бағдарламасының осы жылғы өзгерістері қандай, кімдер тапсыра алады, кімдер үміткер бола алады, қанша рет қатысуға болады болашақ бағдарламасына, болашақ бағдарламасының конкурстары қандай, қанша процент адам өтеді деген секілді мәселелерді бүгін сөйлесетін боламыз. Бірінші мәселесі, кім қатыса алады? Кез келген Қазақстан азаматы, егер де Қазақстан Республикасына туып өскен болатын болса, яғни паспорты қазақстандық болатын болса, басқа шетелде туылған да болуы мүмкін, бакалавр дипломы бар болатын болса, конкурсқа қатыса алады. Өйткені конкурс магистратура, докторантура және стажировка, ғылыми стажировка бағыттары бойынша жүргізіледі. Соған байланысты бакалавр дипломы қажет. Егер де осы жылы жаңа өзгеріс, осыған дейін егер де IELTS, TOEFL секілді емтихандарды талап еткен болатын болса, конкурсқа қатысу үшін осы жылы бірінші рет IELTS, TOEFL секілді ешқандай емтихансыз конкурсқа қатысуға болады. Бірақ кімдер? Егер де сіз университетке тапсырып, магистратура оқу үшін, немесе докторантура оқу үшін шақырту алып қойсаңыз, қолыңызда unconditional offer, яғни приглашение болатын болса, конкурсқа тікелей қатыссаңыз болады. Сізден ЕГОФ арқылы құжат тапсырған кезде кейбір құжаттар тапсырады. Қазтецтің нәтижесі, одан кейін барып дипломдарыңыздың көрсеткіші, медициналық анықтама деген секілді құжаттарды көрсетуіңіз жеткілікті. Сол арқылы сіз конкурсқа қатыса аласыз. Яғни бір сөзбен айтқан кезде шетелдік университетпен шақырту, қазтест нәтижесі. Қазтест бұл біздің Астанадағы орталыққа барып, тест орталығына барып қазтест тапсыруға болады, немесе онлайн QRT, яғни қазақ ресми тест тапсыруға болады. Қайсысы сізге ыңғайлы болса, соны тапсырасыз. Дипломдарыңызды, суретіңізді барлығын дайындап, ЕГОФ арқылы жүктей аласыздар. Енді бұл самостоятельный поступивший, яғни өздігінен түсіп конкурсқа қатысып жатқан. Бұдан бөлек тағы да бізде қандай не бар? Льготный программалар бар. Льготный программа дегеніміз не? Кейбір мамандықтарды мемлекет жылда приоритетный мамандық ретінде таңдап алады өзіне. Мысалы, осы жылғы приоритетный мамандықтар бұлар медициналық, инженерлі-техникалық мамандықтар, одан кейін бар мемлекеттік қызметкерлер, госслужащий, және де ауылды елді мекендерде қызмет ететін азаматтар. Бұлардың талаптары қандай? Кем дегенде сіздің бакалавр дипломның GPA-і 3-0-ден жоғары болу керек. Самостоятельный поступившілерде GPA-ге ешқандай требования жоқ. Сол себепті сізде 3-0-ден төмен болып, бірақ шетелдік университеттен шақырту алсаңыз, конкурсқа қатыса аласыз. Мына льготный программаға қатысу үшін сізде міндетті түрде 3-0-ден жоғары болу керек. Бірақ университетке сіз әлі тапсырған болуыңыздың шарты жоқ ешқандай. Направлениялар бойынша сіз бір жыл кемінде опытыңыз болу керек. Яғни университетті тамамдадыңыз, медициналық болсын, инженер-техникалық болсын, госслужащий болсын, сіз университетті аяқтағаннан кейін бір жыл толық, яғни 12 ай толық еңбек өтіліңіз толғаннан кейін конкурсқа қатыса аласыз. Бұл не деген сөз? Сіздер конкурсқа қатысу барысында міндетті түрде жұмыстан справка, жаңа еңбек кітапшасы, пенсионный жаңа фондтан көшірмені, ЕГОФтан алған соның барлығын өткізіп дәлелдеуіңіз керек. Құжат тапсырудың бәрі онлайн жүреді. Және де льготный программаға қатысатындардың барлығы ағылшын тілі деңгейін растау керек. Неге? Өйткені льготный программаның логикасы сіздерді Қазақстанда немесе шетелде ағылшын тілінде даярлау, академиялық ағылшын тілін оқыту. Егер де сіздің первый пороговый, второй пороговый, үшінші пороговый деген заңмен бекітілген шеңбердегі ағылшын тілі деңгейлері бар, бұл IELTS 5-0, первый пороговый алатын болсақ, екіншісі IELTS 6-0, үшінші пороговый IELTS 5,5. Бұл не деген сөз? Егер де сіз Duolingo тапсырсаңыз, мысалы 75-80, IBT TOEFL 35-45 деген секілді, немесе IELTS-тан 5-0 алатын болсаңыз, сіз первый пороговыймен болашақтың конкурсына қатыса аласыз. Именно осы льготный программалармен. Сол арқылы, егер сіз стипендия жеңетін болсаңыз, Қазақстанда 9 ай, одан кейін шетелде 3 ай ағылшын тілін оқи аласыз, магистратура оқымас бұрын.
егер де сіз екінші пороговыйды алатын болсаңыз, бұл IELTS-тан 6-тан 10 ұпай, немесе IBT TOEFL-дан 60-70 сол шамайда болу керек, 60 болу керек. Қателеспесем, содан жоғары алатын болсаңыз, сіз бірдестен шетелде 3 ай оқуға, Англияда немесе Америкада 3 ай ағылшын тілін оқуға жолдама аласыз. Сол жақта 3 ай оқығаннан кейін барып қана тілдік емтихандарыңызды тапсырып, и одан кейін университетке тапсырсаңыз болады. Болашақ осы моментте сіздің оқу ақшаңыздың барлығын, ағылшын тілі болсын, одан кейінгі Қазақстандағы шетелдегі ағылшын тілі болсын, шетелдегі магистратураңыз болсын, жалғасын толық ақшасын оқуын төлеп береді, және оған қосымша сіздің күнкөрісіңіз үшін стипендияңыз төленеді. Қазақстандағы мөлшері бөлек, шетелдегі каждый қаланың немесе округтың өзінің белгіленген заңмен бекітілген мөлшері бар. Мәселен, Қазақстанда қазіргі таңда Алматы, Астана қалаларында ұйымдастырылады, және шамамен стипендия мөлшері 280 мың теңге. Яғни бүгінгі таңда интернетке біз тексерген кезде 280 мың теңге. Бұл сіз видеоны көрген кезде келешекте өзгеруі мүмкін әрине. Бұл өйткені қарастырылып отыратын мәселе. Шетелде де сондай. Осы уақытқа дейін Англиядағы стипендияның мөлшері Лондонда 2200, қалған қалаларында 1900 болды. Ал егер де біз Американы алып қарайтын болсақ, каждый штаттың, каждый оның ішіндегі қаланың да стипендиялары әртүрлі. Ең қымбат стипендия, ең жоғары стипендия бұл Нью-Йорк және Сан-Франциско қалаларында. Ал Техас секілді, немесе сол секілді арзан қалаларда, арзан штаттарда әрине де стипендия төменірек болады. Бұл барлық жердің өзінің статистикасына қарап белгіленген. Енді конкурсқа келетін болсақ, самостоятельный поступившилар өзінің құжаттарын алып келді, приглашениесі бар, құжаттарын тапсырды, льготная программа тоже құжаттарын тапсырды, өзінің конкурсқа қатысқан кезде бұлар бірдей конкурстан өтеді. Яғни олардың өткізілетін конкурстың этаптары әртүрлі емес, бірдей. Бірінші конкурстың этапы бұл ACHL емтихандары, немесе комплексный тестирование дейді. Бұл жерде ACHL-дің логикалық, математикалық және де вербальный, яғни текстік тесті бар. Одан кейін қабілетті анықтау бойынша психологиялық тест бар. Бұлардың барлығы бір күнде ұйымдастырылады, онлайн компьютер арқылы кіресіз. Сол үшін компьютеріңіздің істейтіні, интернетіңіздің жақсы істейтіні, жаңағыдай камераңыздың болуы, соның барлығын тексеріңіз. Өйткені бұның сіздің жауапкершілігіңізде болады. Интернеті өшіп қалған, компьютері зависать етіп қалған, ондай ситуациялар болған. Сол себепті компьютеріңіздің, интернетіңіздің жағдайын алдын ала тексеріп, перезагрузить етіп, соны дайындап қойыңыз, өте маңызды. Ал енді бұлардың сұрақтарын қайдан көрсе болады? Бірнеше сұрақ, яғни 5-6 сұрақ, каждый направление бойынша болашақ бағдарламасы өзінің сайтында көрсетіп қойған. Яғни сұрақтар қандай болады, жауаптары қандай күтіледі, және оған қалай дайындық керек деген секілді қысқаша мәліметтер берілген. Одан бөлек мәліметтерді немесе соған байланысты тесттерді онлайн, орысша, ағылшын тілінде көптеген источниктерін алуға болады. Бірақ егер Қазақстанда сіз қазақ тілінде алғыңыз келетін болса, ондай дайындайтын организациялар да бар. Мәселен, біздің Адиханов Education именно ACHL бойынша сабақтар өткізіп, порталға доступ беріп, және сұрақтарды сіздің қолыңызға беріп дайындайды. Ал енді интервьюға келетін болсақ, интервью сұрақтары да болашақ бағдарламасының сайтында көрсетілген. Бұл жердегі сұрақтар примерно белгілі. Интернетте өзінің сайтында жазылып қойған. Не үшін бұл университетке түсіп жатсыз, не үшін осы мамандықпен түсіп жатсыз, мақсатыңыз қандай, келгеннен кейін не жасайсыз деген секілді, және теориялық та сұрақтар сұрауы мүмкін. Сіз не үшін бұл болашақ стипендиясына лайықтымын деп ойлайсыз деген секілді сұрақтарды қарастырады. Бұларға дайындықты міндетті түрде талап етеді. Мысалы, мынандай сұрақ болады: ACHL-ға қанша уақыт дайындаламын? ACHL-ға кем дегенде 2 апта дайындық қажет. Яғни алдын ала сұрақтың түрі, қалай кетеді, қалай дайындалу керек, қалай есепті шығару керек. Өйткені қысқа уақыттың ішінде бұл сұрақтарды егер де сіз көрмеген болатын болсаңыз, дайындалу қиын болуы мүмкін. Интервью сұрақтары да солай. Егер де сіз интервью сұрақтарына алдын ала дайындалмасаңыз, интервью уақытында деп отырып, өзіңіз негізінде дайындалған кезде дұрыс айта алатын жауаптарды айта алмай қалуыңыз мүмкін. Енді бұл конкурстың барлығынан өткеннен кейін, сіз енді ACHL емтихандарының комплекс тесттерін интервьюдан өткеннен кейін барып, одан кейін барып, республиканский комиссия сіздің құжаттардың барлығын талқылайды. Егер де сіз ACHL емтихандарынан кем дегенде 50%-дан жоғары,
және интервью уақытында сіздің қатысқан 5 сізден интервью алған адамның барлығы кем дегенде сізге 3,5 балдан жоғары балл қойған болатын болса, рекомендован ретінде сіз республиканский комиссияның отырысында қарастырылады сіздің кейс, және салыстырмалы түрде басқа азаматтармен жалпы бөлінген стипендияның мөлшерімен сіздің жағдайды анализ етіп отырып, комиссия шешім қабылдайды сізге стипендияны беріп бермеу туралы. Бұл жердегі ең үлкен сұрақ, мен басқалармен жарысамын ба? Негізінен бастапқы этаптарда сіз өзіңізбен бірге жарысасыз. Яғни ACHL-дің минимумын алу, комплексный тестированияны максимально дұрыс жауап беріп, дағдыларыңызды жақсы көрсету, интервью уақытында дұрыс сұрақтарға жауап беріп, максимально ұпай жинау секілді сіз өзіңізбен жарысасыз. Сіз жаңағыдай пороговыйдан өтуге тырысасыз. Пороговыйдан өткеннен кейін, егерде сіз рекомендован болсаңыз, екінші этапта уже республикалық комиссияның көз қарасында қарастырған моментте басқа азаматтармен салыстырмалы түрде сіздің кейсті анықтайтын болады. Бұл жерде қандай нәрсе роль ойнайтыны, бұл енді үлкен сұрақ белгісі. Әрине Америка, Англия, қандай университет, қанша ақша кетеді деген секілді мәселелердің барлығы роль ойнауы мүмкін. Бірақ енді сіз негізгі бөлікке дайындаласыз, одан кейінгісі әрине көбінесе бір шанстың мәселесі деп айтсақ та болады. Бірақ ең жақсы мәселе 2025-тің, наверное, ең жақсы жаңалықтардың бірі, сіз жылына 1 рет емес, 3 рет болашақ конкурсына қатыса аласыз. Сол себептен, егерде GPA-ңіз 3-тен 4-ден жоғары боласын болса, шетелде оқимын дейтін болсаңыз, болашақ бағдарламасының конкурсына міндетті түрде қатысыңыз және өзіңіздің бағыңызды сынап көріңіз. Сұрақтарыңыз болатын болса, комментарийға қалдырыңыздар. Келесі жолы сол сұрақты более детально қарастыруға дайынмын. Сау саламат болыңыздар.